Dünya жисам қолымда болды шырағым. Ең болмаса екеуміз мынау Алматыда бір-екі аптеканы алып алайық деді маған. Жұрт деді, жеңіл машинаны қойып бұны жүк машинасымен тасып жатыр деді. Ақшалы. Өзімнің омырауымнан жаралғандай Мырзатайым ма депті. Алдым да жыладым. Неменеге тәуелдім мен сонда? Кімге тәуелді болып бердім? Мен ол кезде 6 жаста едім. Әжем қолымнан жетектеп жүр, абайға барып сәлем бересің, барып қайтайық деді. Менің шәкіртім Иманғали Тасмағамбет. Ол Қырымбек Көшербаев, Сауытбек Әбдірахман. Әдебиетші ретінде сіздің қолтаңбаңыз қалыптасты. Ал шенеунік ретінде ше? Галстук тағып, бәрі оқытып жатқандай болып жүреді былай, бүйтіп. Мен шынымды айтсам, өз көтімді қоныстап тұрмады. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көз қарақты көрермен. Назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, бүгінгі біздің құрметті қонағымызбен таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының докторы, профессор, мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ағамыз. Мырзатайға қош келдіңіз. Рахмет. Енді сізді көргенімізге қуаныштымыз шын жүректен. Ең біріншіден өзіңіздің денсаулығыңызға қарамай біздің бір ауыз қоңырауымызды қабыл алып сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Енді сәлем сөздің анасы дейді ғой аға. Денсаулығыңыз қалай, үй ішіңіз қалай? Енді Аллаға шүкір ғой, бірақ қазір мақтанатындай ештеңе болмай тұрып, мен былтыр жоқ жерден, ойламаған жерден, өз үйімде, өз төрімде дегендей құлап үйде, басым айналып кетті ме білмеймін. Сонымен омыртқам 4 жерден сынып, бел омыртқам. 5 сағат операция жасап, ота жасап, сонан енді әлі жетілген жоқ еді. Сол емханада жатқанда біз үйде апаң дүние салды. Сол басқа емханада жатыр еді, реанимациясында. Сол менен өмірдің өзі қиындап кетті шырағым. Содан биыл жас ұлғайғаннан кейін әртүрлі нәрсе шыға береді. Менің қан қысымы деген бар. Сосын кейде жүрек көздің жүрісінен шатасады, жаңылады. Сондайым көбейіп, әбден мазам болмағасын. Ол жүрекке де операция жасаттырдым. Сөйтіп, кардиостимулятор дейді екен, соны қоямыз деп қойдырдым. Сонымен жүрміз енді көп бұрынғыдай. Барып кел, шауып кел жоқ. Мынау тұрған Алматыда тумасам да өстім, жетілдім, адам болдым. Оқыдым, университет бітірдім. Отбасын құрадық, балалы шағал болдық. Көп қызметтің басын қайтардық. Үлкен дәрежелі қызметтер істедік. Халыққа қайдан білейін, мен ойлаймын. Содан көптеген пікірлерге қарағанда халыққа да сыйсыз емеспін. Алла сонымен айырма деп тілеймін жаратқаннан. Енді осы мынау Алматыға 5 жылдан асты бармағаныма. Ішім қайнайды, жете алмаймын отырған Алматыға. Сағынасыз ғой? Сағынам, сағынғанда қандай. Жүрегім сазып, жаңағы ағаларым туралы мен бір естелік жазғам, естесе. Сол кеше бірге жүрдік, бірге тұрдық. Сол кісілер, мәселен, Әлкей Марғұлан, әрқайсысы атаңызға айналған адамдар. Бейсенбай Кенжебаев, Есмағамбет Ысмайылов, Зейнолла Қабдолов, осы сияқты көп ағаларым, Мұхтар Әуезов жарықтық.
Осылар кейде кеше жүрді бәрі. Қаздай тізіліп. Соның қасында о кезде баламыз иттің күші құсап, есіктің алдында отыратынбыз олар жиналған жерде. Енді қарасаң бәрі жоқ. Жоқ. Содан сағынасың. Сағынғаннан кейін қайдасыңдар ағаларым деп мен тебіренгенмін. Қайда жүрсіңдер? Не бітіріп жүрсіңдер о жақта? Не бар екен өзі? Жұрт әртүрлі айтады. Деп әрқайсының кісілігін, адамгершілігін, азаматтығын, маған жасаған қамқорлығын бәрін шамам жеткенше, тілім жеткенше айттым. Бұл менің асылдарым дейтін үлкен кітабым бар. Сол кітабымда жазылған. Ол енді асылдарым осы жерден шықты. Қазақстанда ол бір айға жетер жетпесте мына Пекинде, Қытайда біреу алып кеткен болу керек. Сол жаңағы төте жазуыменен Пекинде ұлттар баспасынан шықты. Баяғыда менің асыл арналар деген кітабым болған. Сол кітабымда осы тарихы осындай болып еді. Мен онда Талдықорған пединститутының ректорымын. Сайын Мұратбеков жазушы досым, менің құрдасым. Сол Қапал ауданынан еді. Жылда келіп кететін. Маған соғады. Сосын мен көлік берем маған. Кейде өзім барам қосылып бірге, Сайынға деген құрметім. Сосын бір жол әдеттегідей Сайын келіп сәлем берді маған. Сосын иә, жол болсын. Қапалға барасың ба? Қапалға баратыр. Осы жұрт қазір не болсын жазады. Сөйтеді, соның бәрін кітап қылып бастырады. Сенің жазғаныңның бәрі қазақтың тағдырына қатысты. Қазақтың ұлттың мәдениетіне қатысты. Сен жазып атсың. Жұрт аузынан тастамайды қазір сен жазғандарыңды. Оқып жүр. Сен неге кітап шығармайсың? Ол Сайын енді оған мен уақытым қайды. Сосын қазір ол мақалалар шығып жатыр, иә. Оны жинау керек. Дебем сосын айтты, сен әңгімені қой. Мен осы келгенде кім болып келіп тұр деп ойлайсың деді маған. Сен Сайынсың ғой. Жоқ, мен Сайынмын, әрі жазушы баспасының директорымын деді. Тағайындалдым. Мүмкін сенің кітабыңды шығару үшін бекіген шығарым. Дайынса да маған қолыма бер. Мен кітап шығарам деді. Сөйтіп, материалдардың бәрі шыққан, мақалалардың бәрі жинап бердім. Кітаптың атын да өзі жазды, асыл арналар деп. Өзі де үйлестірді, сол кітаптың ішінде сол кітапты шығарды. Осы қатынап барыс керіс болып отқан кез ғой сол. Қытайдан келген бір бауырымыз алып кеткен болу керек сол кітапты. Сөйтіп, о да бір айдың ішінде ұлттар баспасында Пекиннің жарыққа шықты. Кейін енді сол кітаппенен азамат болып кәдімгідей үлкен атағы бар, ғылыми атағы бар, ғалым болған інілерім, мәселен Тұрсынхан Зәкенұлы, сосын кейін Мәсімханұлы Дулат. Осылар айтады ғой, біз кәдімгідей құлазып жүрушек. Жұрда екенбіз ғой, түк жоқ екен ғой деп. Сіздің сол асыл арналар кітабыңыз біздің көзімізді ашты. Біздің көне мәдениетіміз бар екен. Әдебиетіміздің көне тарихы бар екен ғой. Біз ел қатарлы ел екенбіз ғой деп кәдімгідей қуанып жүрдік дейді. Солар келді қазір бәрі осы Қазақстанға. Енді әңгімемізді кітаптан бастап кеттік қой аға. Енді өзіңіздің үлкен қызметтерде болдыңыз аға. Шенді Шекпенде де болдыңыз. Оның бер жағында бірнеше университетті басқардыңыз. Соған қарамастан менің бар жинағаным, байлығым, кітаптарым деген екенсіз. Өзіңіздің сөзіңіз. Оның сыры неде жатыр? Осыны бір ашып беріңізші. Мен енді дүние жисам қолымда болды шырағым. Кеше мемлекеттің мүлкі, байлығы талан-таражға түсіп жатқанда бәрін көріп отырдым. Мен сонда билік дедім.
Kol salsam moldan salатын edім. Bir ғана misal keltireyін. Мен үкіметтің орынбасарымын, премьер-министрдің. Менің қарамағымда ішкі саясат бөлімі бар. Соны басқарып отқан Василий Николаевич дейтін азамат маған бір күні келді. Мен шеф дейтін еді, шеф. Сіз қарап отырсыз ғой жан-жағыңызға, көріп отырсыз. Сіздің қарамағыңызда қазір, қарамағыңыздағы балабақшалар тегін кетіп жатыр. Мәдениет саласы да, ғылым саласы да, мына баспасөз қызметі саласы бәрі сіздің қолыңызда тұр. Денсаулық саласы сіздің қолыңызда тұр. Осы саланың бәрін айтпай-ақ қояйын. Ең болмаса екеуміз Алматыда бір-екі аптеканы алып алайық деді маған. Тыңдап отырдым. Тағы не айтасың? Осы еді айтайын дегенім сізге. Өйткені жұрт қазір талап жатыр, бәрін алып жатыр. Сол қазынаның мүлкі тиынға кетіп жатыр деді. Сосын бәсе дедім. Тағы айтатың бар ма? Жоқ. Сен де алмайсың, мен де алмайым. Бар, жұмысқа бар. Жұмыс істе дедім. Ал енді мен білем ғой сол кезде не болып жатқанын. Сол мемлекеттен жаңағы несие алып, сол несиені мәселен үй салам деп алса, үй салмайды, сатып алып, сондай неше түрлі құйтырқылар жасап, байыған азаматтар жақсы білем. Бірақ мен оған бара алмадым. Өйткені халықтың мүлкі. Билік пен байлыққа қызықпадыңыз ғой? Қызықпадым. Одан халықтың ықылас ниетінен аса алмадым шырағым. Сөйтіп, сол араласқаным жоқ. Кейде мынау ақша ауысты ғой. Сол кезде де мен биліктедім. Сонда жұрт маған бір күні әлеуметтік банк дейтін бастығы бар еді. Сол келіп маған айтты, Мырзеке, ақша аусайын деп жатыр. Жұрттың бәрі жапа-тармағай осыған қол салып жатыр. Сіз қарап отыра бересіз ба? Алыңыз несие деп. Мен айттым, жұрт деді, жеңіл машинаны қойып, бұны жүк машинасымен тасып жатыр деді. Ақшаны. Шошып кеттім. Бізде ақша көп екен ғой онда дедім. Барын алып жатырлар деді. Рахмет бауырым. Жалақым бар, айлығым бар, бала-шағам аман, басымда үйім бар. Одан басқа байлық не керек дейсің жалпы. Байлық бәрі түбі қорлық болады оның. Мына алтынның өзі талайларды алдаған ғой ешкім. Дүние жиып, оны береке таппаған. Өз істеген шаруаң арқылы байымасаң, біз енді өсігіні көріп жүрміз ғой, бұрын да еститінбіз. Қазір қазақта не көп, бай көп, байлар көбейді. Мөлтеңдеп, жетім сияқты мөлтеңдеп отқан, саржылап жүргенде адамдар да көп өсті қазақта. Осы екеуінің ортасында тұрып, оң жағында байлар, сол жағында кедейлер болса, соны көп ойланасың өзі. Қай жағын қолдаймын деп. Қай жағын қолдадыңыз? Мен кедейді қолдадым. Кедейді қолдадыңыз. Мен өзім кедей емеспін, бірақ мен байлығым, негізгі байлығым кітабым. Әлі де сол сөзіңізде қаласыз? Солай, әлі де мен кітап жинадым. Сол жиған терген кітабымды мемлекетке бердім. Ол қазір Астанада ұлттық кітапхананың төрінде отыр, 2-ші қабатта. Қазір ол кітаптың саны 10,5-11 мың болды. 15 жылы бердім кітаптарымды. Әлі күнге дейін ешқандай тасимын соған. Қолыма түскен кітапты соған апарып берем. Оның ішінде менің қыздарым оқыған кітаптар бар. Алма-жұлма.
Оның ішінде мен жата жастанып оқыған Гумилевтің «Древний түркі» дейтін кітабы бар. Оны мұқабасы әбден тозып, соны мен қайтадан мұқабалатқанмын. Оның ішінде қазақ әдебиетінің тарихы бар, тұнып тұрған. Оның ішінде әлем әдебиетінің тарихы бар. Оның ішінде небір асылдар бар. Маған қолтаңба жазып берген ағаларымның кітаптары бар. Өткенде бір барсам, өзі мына қолтаңбамен алған кітаптарым бөлек сөреде тұр. Соны аралап бір кітапты қолыма түсті, алып қарасам, Әбділда Тәжібаев ағамның кітабы екен. Мен көп араласқам, сыйласқан адаммын Әбділда ағаменен. Сонда маған қолтаңбасын беріпті. Өзімнің омырауымнан жаралғандай мырзатайыма депті. Алдым да жыладым. Не деген сөз? Өзім жанымдай жақсы көретін ағаларым бұлардан мені қадірлеген екен ғой. Анау сөздің қадірі түсінбейтін адам жоқ қой, солай емес пе? Біздің университеттің магистранттары, докторанттары, соның бәрі осы менің кітапханама барады. Осы университеттің басқа кітапханада таппаған кітаптарды сол жерден табады. Енді жұрт маған осы күнге дейін айтады, қалай бердіңіз қиып деп. Оңай емес еді. Бірақ уәде беріп қойдым. Сонан кейін берем дедім. Сонан кейін шынымды айтайын, 3 күн ұйықтай алмадым. 3 күн көз іле алмадым. Өзіммен бірге келатқан кітаптар бар. Бала шағымнан бастап. Деген мен әйтеуір менің ойымда тұрды. Енді балаларым оқыды, өзімді оқыдым, керек кітаптардан халықтың қажетіне жарасын бұл. Ұрпақ оқысын, жастар оқысын. Кем оқыса, бір кітапты оқыса да ертең айтады ғой. Мырзатай атамыздың кітабынан оқып едім осы кітапханасында деп. Шын жүрегімнен бердім, қиып бердім, қимасымды. Енді бір сұхбатыңыздағы Мұхтар Әуезов менің ұстазым дедіңіз. Дұрыс қой? Дұрыс. Енді Мұхтар ағамыз сізді шәкіртім деп таныды ма? Оны айта алмаймын. Біз енді құр мақтаныш емес бұл сөз. Мен оқыған курс ең бақытты курс еді. Біз Әуезовті жыл сайын көретінбіз. 3 жыл қатарынан бізге лекция оқыды. Бірінші курста қазақ халқының ауыз әдебиеті. Екінші курстың бірінші семестрінде манастану курсы, арнайы курс. Екінші семестрде абай тану курсы. Бұл екінші курс. Үшінші курста сыр халықтарының әдебиеті дейді. Лекцияны оқыды. Енді талай даналар туралы жазады ғой, мен бір мақалада жаздым ба, бір жерде сөйлеп қалдым ба, әйтеуір соны жұрт көбінің аузында жүр. Мен 3 дананы көрдім. Біреу Мұхтар Әуезов, біреу Әлкей Марғұлан. Ол Әбіштің тойында екен. Бұна біреу құлап көзімізді көрсетіп отыр, Әбіш кекілбек деп. Сондай дана Әуезов. Сонымен бұл кісі бұнандай бір қызық болды. Сұрақ қойып отыратынмын мен. Сондай белсенді едім. Сондай жігіттер болды бізде, сұрақ қойып отыратын. Ағам, білгіміз келеді ғой, ананы білгіміз келеді. Мұхтар ағамызға сұрақ қойып отырасыз? Мұхтар ағаға. Кейде Құнанбай туралы қоямыз ғой. Аға, елдің айтуы былай, сіздің Құнанбайыңыз неге мынандайды? Сонда қиналады жігіттер. Тереңдеп бара бермейік. Құнанбай бәрібір мен кішкене кемістіп жазғанмен Құнанбай, ол кеміп қалмайды. Құнанбайдың тарихы,
Құнанбай қазақ тарихының ішінде алатын орны өте зор дейтұғым. Bir gün bir сұрақ қойдым, аға, сіз Абайды көрдіңіз бе? Бәлі көрмеген десе, көрдім мен. Мен о кезде 6 жаста едім. Әжем қолымнан жетектеп жүр, Абайға барып сәлем бересің, барып қайтайық деді. Әжесі? Әжесі, әжем. Сонан енді келдік дейді, келгеннен кейін сен төрде киіз үйде жаздың күні дөңгелек столда төрде дөң киіп бір қара шал отыра кетті. Ана кісіге шал болып көрінген ғой. Сол Абай екен. Әжем екеуі ұзақ әңгімелесті. Мен ішім пысып кетті. Әже қайтамыз деп қыңсылай бердім дейді. Сонда ана кісінің маған бір ауыз айтқан сөзі Абайдың. Бала, тентек екенсің ғой деп айтты дейді. Абайды бар көргенім де, білгенім де осы тіршілігінде деп сондай айтып отыр. Енді ол кісі мен сол ағалардың жақсылығын көп көрдім шырағым. 1960 жылы мен университет бітіруім керек. 5-ші курста біз диплом жұмысы жазамыз. Біздің диплом жұмысымыз өтігінгі PhD доктор дегендерден жоғары. Ол өте мағыналы. Мен драматургиядан Шахмет Құсайыновтың драматургиясы деген тақырыптан жаздым. Соның арқасында сол Шахмет ағамызбен жақын болып кеттік ағадым дейді. Ол кісі Көкшетаудың адамы. Мен Жамбыл облысынанмын. Сонымен мен бітіретін жылы көктемде Жазушылар одағының пленумы өтетін болды. Ол пленумда қарайтын мәселе қазақ драматургиясы. Оның болашағы, келешегі деген сияқты. Менің жетекшім Әскен Сармурзина дейтін апам еді. Мәстура Ғайсиевна дейтін кісі болатын, аппақ жұмыртқадай, екі көзі оттай жанып, Абайдың елінен тобықты болады. Сол кісі әрі кафедраның бастығы еді. Сосын маған айтты, Мырзатай, сен мына пленум болайын деп жатыр екен ғой, сен сөйлемейсің бе деді. Қайтам, ойымда жоқ. Егер сөйлеу керек болса сөйлейін деді. Ар жағын білмеймін, апамыз айтты ма, айтпады ма. Соны маған Жазушылар одағынан хабарласып, шырағым осындай ниетің бар екен ғой, сөйлейсің бе деді. Сөйлеймін. Сөйтіп жазылып, мен ол кезде әуезов төрде отыр, соның кейін ол кезде тәртіп болатын. Міндетті түрде Мәскеуден біреу келіп қадағалап отырады. Афанасий Салынский дейтін атақты драматург сол жылы оның оптимистический трагедия дейтін пьесі бүкіл Совет одағында қойылып, атағы дүрілдеп тұрған кезі. Сол кісі екеуі қатар оқыды. Содан жұрт сөйлеп отыр, бір кезде маған берді сөзді. Маған берді, шығып сөйледім драматургия туралы. Оның біздің қазақ әдебиетіндегі алатын орын туралы нақты кейбір шығармаларды мысал келтіріп сөйледім. Сөйтіп, содан кейін айттым, сіздер бәріңіз көріп жүрсіздер ғой, көрмесеңіздер, естіп жүрсіздер. Таяуда біздің Қазақ мемлекеттік драма театрында сен қайтер едің дейтін пьеса қойылды. Оны жазған біздің үлкен жазушымыз Ғабит Мүсірепов. Ол біреу істейтін известияның корреспондентімен бірігіп жазыпты. Түкке тұрмайтын материал. Бір малшы боран болып адасып кетеді, бір очерктен аспайтын нәрсе. Ал соны енді шынын айтқанда қазақ әдебиетіне, оның драматургиясына Ақан сері, Қозы Көрпеш Баян сұлу сияқты классиканы берген Ғабит ағаны біз қазақ жігіттері қазір осы сен қайтер едің деген пьесадан қызғанып жүрдіміз деді. Сол кезде алдымда бірінші қатарда
Серке Қожамқұлов, ылғи Ғаймен Сығай бәрі отыр, Шәкен Айман. Серке Қожамқұловтың сөзін естіп қалдым. Мынау әлі табанына шоқ тимеген бала ғой. Сөйтіп аяқтай берген кезімде залдың арт жағынан өз сондай кісі еді ғой. Керіліп, созылып, Ғабит аға кіріп келе жатыр. Жүрегім су өте қалды. Bir жұрттың бәрі қарап, бір-бірінен белгі беріп қойды да көріп, кіріп келе жатқанын көрді. Енді не істер екен мына бала деп. Не қылды? Сол кезде жаңағы сөзімді айттым. Аға, сіз қазақ әдебиетінің классигісіз. Сіздің қаламыңыздан Қозы Көрпеш Баян Сұлу, мына Қыз Жібек, Ақан Сері сияқты классикалық туындылар шықты. Сіз қазақ әдебиетін марқайттыңыз осымен, байыттыңыз, дәулетін арттырдыңыз. Ал сіздің кейінгі пьесаңызды біз қазақ жігіттері, жастар көріп, бәріміз сізді қызғанып жүрміз содан. Біреуіз кім, сіз кім? Ана шығармамен бәрін салыстырған кезде, біз сізді осыған қимай жүрміз деді. Ағамыз үндемей отыр. Сонда менің сөзімді әуезов аударып отырды жаңа Салынскийге. Сосын үзіліс жарияланды. Үзіліс жариялағаннан кейін жұрттың бәрі фойеге шықты. Мен келе жатыр едім. Ахмет Жұбанов ағамыз. О кісі бір көзі жоқ еді ғой. Сол жай сөйлейтін кісі еді. Мырзатай шырақ, бері соқпайсың ба деді. Аға деп сәлем беріп. Иә, сен әскерде болмағансың ғой деді. Жоқ, болғаным жоқ. Онда әскерде миномет деген қару болады. Онда төбенің бір жағынан тұрып, ар жағына атады. Төбенің арқасында тұрғанда атады. Пулемет деген де қару болады. Пулемет деген өзінің дұшпанын қолма-қол көріп, көздеп атады. Кім атып тұрғанын көріп қалады. Сен бүгін автомат болдың деді. Ләжі болса, сен миномет бол. Сонда жаңа жастықпенен, жалынменен қатты айтып жібердім ғой енді. Ал менің айтқаным жасырады сол кезде. Менің сөзім бәрі әуезов ұнап отырды. Бәлі, өте дұрыс. Біздің жастар осындай болуға керек, шыншыл болуға керек, әділ болуға керек деп сөйтіп отырды. Сонымен сөйтіп сөйлесіп тұрғанда маған марқұм Бектоғысбаев деген жазушы келді, Мырзатай, сені Мұқаң шақырып жатыр деді. Мұқаң шақырып жатыр деді. Бардым. Жазушылар одағының бастығының кабинетінде отыр екен. Кіріп келсем, Салынский екеуі отыр екен. Мырзатай шырақ деді маған. Сен биыл бітіресің ғой енді. Иә, бітірем. Ал қайда жіберіп жатыр сен? Қайда барасың? Аға, біз бүкіл тобымызбенен биыл бітіретін балалар Теміртауға барамыз деп жатырмыз. Мына комсомолдың ұранымен байланысты. Ана кісінің түтігі түсі қап-қара болып кетті. Пәлі. Теміртау несі? Ол темір балқытатын жер емес па? Сен мамандығың әдебиет емес па? Сенен бүкіл кафедра үлкен үміт күтіп жүр. Үлкен әдебиетші болады деп. Сен бұның қалай? Ойбай аға, басқа ұсыныс бірдеңе болған жоқ. Біз өзіміз бәріміз солай шештік деп ем. Қатты. Жазушылар одағының қабылдау бөлмесінде отқан қызды шақырды. Күніктің басы. Мені Казгудың ректорымен қосыңдаршы деді. Енді менің бағыма Құдай жарылқағандай ректор орнында отыр екен. Bir кезде қосып еді Мұхтар Марханович ректор Малидин деп жаңа әйел айтып еді. Трубканы алды да Дарханбаев аты жөнін айтып еді ана қыз Мұқан. Дарханбаев деген кісі еді. Биолог, академик. Тимур Байбосынов деді жаңа. Иә. Ал енді біз бүгін
Çarşılar Odağı'nın plenum ötüp atır. Sol plenumda top jarıp bizim bir şakirtimiz bitireyinde batkan şakirtimiz söz söylüyordu. Sözü elge unadı. Öyle şınşıl söz oldu. Adil söz oldu. Ama olsa kayda barasın dersem Temirtau'a varamız deydi. Nege barat Temirtau'a? Biz bunu oslardan ümit etip oturmuz. Keyingi zertteytin edebiyatçilerimiz oslar. Sizde mümkünlük yok mu? Alıp kalasın dedi. Ana kızı işliğine değinmez ödeyim. Ben yesmadım da olsun telefonla. Buladı o muhtarım mündettir de tamamız alıp kalamız dedi. Al endişe sen burcu kabul da. Yerten gelsin. Neşede gelsin sana dedi. 10'da gelsin dedi. Rektörün özü. Rektör. Muhana verip atır aytıp bu edeyim. Ben ertene saat 10'da vardım. Dirildip, korkup, ömür 40 bölüm yok mu rektörge? Ya ben bile muhtarım arkadaş telefon soktu. Mırzatay Şırak dedi. Bırak men buna nenin bari ştattın bari şeşilip koyadı o. Ben bir edeyince tabalmaya oturum dedi. Bar tapkanımızda üniversite cart edeyince. Sen sonundan cartçıl istey turasın dedi. Caraydı ağa dedi. Söйтіп, her vakit oynalayım Muhtar Omurkanç'ın arkasında, ağamızın arkasında, ustazımızın arkasında. Ben üniversitede kaldım. Cartçılşıladım. Söйтіп, makala жазам, o gözde kuyta kanday bir dene жазсаң da gonorar төлейді. Sonunda adamı böyle ettik keyin olsun. Bir güne meni Esmağımı tutup İsmail Bey'in ağamız. Kazak Sıra Akademiyası'nın Kılım Akademiyası'nın korrespondent müşesi. Bir günü o kişi de sabah verir, ben de sabah veririm. Ben meselem muhammed bir yıl birge kafedrada жұмыс istedim. Ekimizin sabahımız bir gezde geledi onu 11:30'da. Esmağımбет ağa koridorda geledir. Ay Mırzatay. Sen izlesem nege taptırmaysın dep. Aşulanıp kalış edi. Nege taptırmaysın sen? Tabılmadım dep. Gece Viktor Maksimov Jirmunskiy gelip edi. Soğan tanıştırıp koyayın demedim sen dep. Ağa pəter izlep sandalan bol dedi. Ne oldu? Ya pəter izleyeyim mi? Sen erten uyuya gelmağın dedi. Saat 11:30'da. Uyuna geldim kesim. Benim bir kişi gelgen eken, menen sal ülkende öndi. 5-6 çak ülken koydum, boğum çaktım. Yeki bulay öndünmey tumjurap otur eken. Keldim oturgandan keyin. Ana kız aytdı. Mütellep dedi. Senin şaup çıkkan jerin mektep direktörü. Odan artık hizmet yok sana. Sen kayıt elge, Kökşetauga. Mektep direktörü bolasın. Sen ana turgan uydu, buna Mırzatayga ber. Biz bukul kafedra bolup, edebiyatçılar bolup olsup, jigitten ümit etip oturmuz. Söйтсем mütellep Nurtajin degen Esağan tuğan çiyen eken. Jarayt ağa dep amalcık kelişti. Söйтіп, men 2 yıl Esmağımбет ağanın жаңағы bir neden Xudoyo karton kağızdır болады ғой bir. Sodan kurastırıp жасаған үй ғой. Сол үйде 2 yıl тұрдық. Мына от жағамыз жанып кетеді ысып. Сосын bir жарты сағат іші басылады ғой, мұздай болып шыға келеді. Сол жерде Әбіш Жиреншин ағамызбенен көрші болдым. Әбіш аға olan o Abay yolunda Жиреншенің немересі ғой. Сосын Жиреншенің бел келін көрдім, Әбіш ағаның шешесін. Asıl adamlar еді. Ustazdық еттіңіз. Иә. Шәкірттеріңіз көп білем.
төл шәкіртіңіз бар ма? Төл шәкірт. Мен енді бұған көзқарасым сәл бөлектеу. Жаңа айттым ғой, әуезовті осындай шәкіртпін деп санайсыз ба деп. Ол кісі менен шәкіртім деп, мәселен, ана неде Зарқанбайпен сөйлесіп отқанда айтты. Менің шәкіртім бұл Темірбай Босыныш. Мүмкін болса алып қалшы университетте. Сол айтпақшы, шәкірт ұстаз дегеннің арасы жер мен көктей. Сонда мен анаған ұстаз едім, мынаған ұстаз едім деп айта алмаймын. Мен сабақ бердім, жанымды салып. Сабақ бергенде порша-порша болып терлейтінмін. Мен дайындаламын, қатты дайындалып келемін. Сонда мына Қуаныш Сұлтанов дейтін ағаң бар ғой. О да журналистиканы бітірді қазгудың. Сол кейін маған айтады ғой. Келіп, сонда университетке түсейін деп жатырмыз дейді. Әркімнен әртүрлі әңгіме естейміз сонда. Анау, егер филология факультетіне түссеңдер, Жолдасбеков дейтін жап-жас жанып келе жатқан мұғалім бар. Соның лекциясын тыңдаңдар деп. Мен саған шынын айтайын шағым. Әуезовтің лекциясына өзге вуздарда оқып жүретін біздің таныстарымыз келетін балалар қатысатын. Мұған білмей шаруасы жоқ, кім отырған аудиторияда. Келеді лекция оқи береді. Ал менің лекцияма да осындай болды. Келушілер көп болды. Өйткені менің тақырыбым өте қиын болды. Тағдырлы болды тақырып. Сондықтан мен енді шәкірттерім деп айтсам біреуді ренжітіп алуы мүмкін. Ал жұрт, мен пәленбай 60 ғылым докторы, 120 ғылым кандидаты шығардым дейді. Мен бірақ ғылым докторлығына жетекшілік жасадым бұрынғы заманда. Кейін PhD-де бірақ адамға докторлық жетекшісі болдым, мына отырған Руслан. Мен мәселен ұстаз дегенді ойлаймын аға. Осы жағынан келетін болсақ, мен шәкіртім бар. Менің шәкіртім Иманғали Тасмағамбетов. Менің шәкіртім ол Қырымбек Көшербаев. Менің шәкіртім Сауытбек Әбдірахман. Бұл жігіттермен әрі ағалы інілі араластығым бар. Мен осы екі жігітті қолымнан келгенше қолдауға тырыстым жас кездерінде. Екеуі де жанып келе жатқан еді. Соны көрдім. Сөйтіп қарамағыма қызметке алдым. Содан сенбі күні түстен кейін, жексенбі күні осылармен жұмыс істейтінмін. Бізде демалыс деген болған жоқ. Осы шәкірттерім десем, осы үшеуін айтар едім. Шәкірттеріңіз үмітіңізді ақтады ма? Ақтағанда қандай. Иманғали өзі қарағайдай қазақтың аптал азаматы болды. Қазақтың кез келгеніне қамқоршы болды. Енді соның қазір сырттап жүргеніне мен қабырғам қайысады. Қырымбек Тәуба Көшербаев ода талай облысты басқарды, абыройлы болды. Қазір ода дербес пенсияға шықты. Сауытбек Әбдірахманов еліміздің атақты журналисі, Егемен Қазақстанды талай жыл басқарды, абыройлы басқарды. Сосын жалпы Сауытбек өте шебер шешен жігіт. Ол кезінде мен қарамағымда болды. Мен партияда жүргенімде де өмірі мен партия орында істемеген адам ғой.
Соны айтып ғайыптан себеп болып, сол мен Талдықорғаннан оқу ағарту министрі болып келдім. Мен Қазақ СССР-ның оқу ағарту министрі дегенмен соңғы министрмін. Менен кейін министрдің аты өзгерді. Сол министр болып келгенімде 8 ай болған. Бір гу әңгіме шықты маған. Бұл жұрт кейбіреудің құлағы білмеймін әйтеуір. Жердің түбіндегі не істейді ғой. Мен өзім білмеймін. Кейбір жігіттер қарамағымда. Мырзеке, сізді ана ЦК-ға кетеді деп жатыр ғой деп. Қайда қалдым мен? Партия органдарында істеп көргенім. Шыны айтқандай бір күні Колбин деген болды. Қазақстан орталық партия комитетінің бірінші хатшысы. Ол баяғы 1986 жылғы жастардың көтерілістен кейін келген. Оның да қолы қанды адам. Сол бірінші хатшы болып істеп жүрген кезде маған айтты осты. Мирзатай дейді, Мирзатай. Бөлімдерді, орталық партия комитеті бөлімдерін ірілендірдік. Үгіт насихат бөлімі, мәдениет бөлімі, сосын ғылым жоғарғы оқу бөлімі, сосын шетелмен байланыс бөлімі. Осы 4 бөлімді біріктіріп, идеология бөлімін жасадық. Сізді соған сол бөлімді шақыруға, басқаруға шақырып отырмыз деді. Ойбай, Геннадий Васильевич, мен партия орнында істеп көрмеген адаммын. Жұмысын білмеймін партия. Сонда маған айтқан, дело не в этом. Сіз мына интеллигенция сізді өте жақсы көреді, қабылдайды. Сондықтан бізге қазір сондай адам керек болып тұрды. Сөйтсем, сол өздері ақылдасқан ғой, Назарбаев ол кезде Қазақстан министрлер советінің төрағасы. Назарбаев қайтыпты, анау екі ойлы болып кетті жолдас. Сен бір ауыз сөйлес деп. Сосын Нұрекең шақырды мені. Қарамағындамын ғой, мен министрмін ол. Ең бастығы. Осындай ұсыныс жасап жатыр. Өзіңе айтты ғой ана кісі. Қалай болып жатыр? Мен қарсы емеспін ғой, бірақ мен істей алмаймын. Мен қолымнан келмейді, мен білмеймін партияның жұмысын. Бар деді. Бар өткен. Сен керек болып тұрсың жүреді. Ол керек болсам деп бардым. Кейін Сауытбек Әбдірахман, мен бір 80 жылдығымда мақала көп жазылды мен туралы. Сол бір мақаласында Сауытбектің айтқаны бар, жазған мақаласында. Сол бір кездері сондай біздің үлкен қуанышымызға Өзекең, Мырзекең деген кісілер бізді басқарды. Сол екеуінің келгені үлкен біздің олжамыз болды. Және Мырзекеңнің партия орнында істеп көрмегені өте пайдалы болды. Өйткені мен партияның этиканы білмеймін ғой, белінен басам. Сөйтіп Сауытбектің жазғаны бар. Бір күні сол кезден жаңа Колбин кетіп, ойбай енді орталық партия комитеті кім басқарады деген гу әңгіме шығып, жұрты бар қазақ өсекке жағын құлағым тосып жүргенде ойбай Меңдібаев келетін бопты. Ойбай Әуелбеков келетін бопты. Ойбай Назарбаев келетін бопты деп. Сонда олар бәрі жоғарғы советтің депутаты. Бір күні шынында сол жақтан бір жақсы сөз естіген ба Меңдібаев деген. Орталық партия комитетінің екінші хатшысы еді. Келіп, жаппай қырды бізді. Сынап, әсіресе мен басқарып отқан бөлімді. Бұл жаңағы хатқа мезгілінде жауап бермейсіңдер дейді. Мен айтам ғой, ол біз жауап беретін мәселен мына бір центнер астық. Я бір пәленбай қой, пәленбай жылқы емес қой. Бұл жылдап созылып шешетін тағдырлы мәселе.
ұлтқа қатысты. Сондықтан біз бірден жауап бере алмаймыз. Соны сылап бір жол апта сайын бір кеңес болады, бүкіл аппараттың кеңесі. Сол жерде бір жол екінші рет сынады. Менің атымды атамайды, бөлімді атайды. Сосын мен қасымда менің бірінші орынбасарым Романов деген отырған, Игорь Матвеевич. Сосын тағы бір әйел адам орынбасарым. Сол екеуіне айттым, мен мына бүйтіп істеген қызмет құрсын, қор болып, ешқандай негіз жоқ, бостан босқа сынап, бүйтіп істей алмаймын. Не де болса мен қазір барам Меңдібаевқа, айтатынымды айтам демем. Екеуі де біз де барамыз деді. Сонымен мен орталық партия комитетінің бөлім бастығымын. Ана мен тікелей бастығым жаңағы Меңдібаев. Ол екінші хатшы. Сезіп қалды, келдік, келгеннен кейін көмекшісіне айттым. Хабар айтыңыз, келіп тұрмын, кіргім келеді деп. Сөйтсем, мен қолым босамайды депті. Босамайды. Жаман батып кетті жаныма. Өзі анандай сынайды, без адресті. Еще мені қабылдамайды. Сосын мен көмекшісіне айттым. Оғысы Қазақстан орталық партия комитетінің екінші хатшысы. Мен сол орталық партия комитетінің идеология бөлімінің бастығымын. Қалай қабылдамайды? Қабылдасын. Сол амал жоқ, қабылдады. Мен тайынғаным жоқ, барғаннан азар болса кетерім дедім. Бүйтіп қор болғанша. Қатты айттым. Бұл ешкімнің әкесінің үйі емес. Бұл Қазақстан орталық партия комитетінің үйі. Бұл жерде бәріміздің құқымыз бірдей. Сөйлегенде лағып сөйлемеу керек, нақты сөйлеу керек. Сіздің сөзіңіздің бәрі жала болды маған, бөлімге. Осы сізге айтайын деп келдім. Бірталай нәрсені айтқысы келді, сөздің қысқасы. Сөзде менен кешірім сұрады. Бұл аз дедім Меңдібаевқа. Атын ұмытып қалыппын дедім. Мен айттым, келесі аппараттың кеңесінде бәрі жиналған жерде біздің отделден кешірім сұраңыз деді. Мақұл деп келісіп, келесі жер өзі басқарады, өзі басқарып тұрып айтты. Мен өткенде маған Жолдасбеков келді, екі орынбасарменен. Біраз әңгіме болды. Мен артықтау кетіп қалыппын, мені шатастырды мынау біздің қарамағымдағылар. Сондықтан мен жаңағы жөнсіз айтқан кейбір сындарым айтқаным үшін мен бөлімнен Жолдасбектен кешірім сұраймын. ЦК-ның екінші хатшысы. Бұл тарихта болмаған. Сауытбектің айтып жүрген сол ғой. Жолдасбековтың жаңағы не аупарткомда, не қалалық партия комитетінде еш жерде партия органдарында жұмыс істемегеннің пайдасын көрдік деп. Жақсы, енді әдебиетші ретінде сіздің қолтаңбаңыз қалыптасты. Ал шенеунік ретінде ше? Мен бола алмадым. Бола алмадың шенеунік? Бола алмадым. Бұрын мәселені талдықорғанда ректормын ғой. Орталық партия комитетінің бір инструктор келіп десе, бұтымызға шықпай жазайтынбыз. Жәріміз қалмай соны күтіп, бір жақ қорқатынбыз. Ал мен енді бөлім басқардым ғой тек. Қарамағымда 87 адам бар қысқарғанның өзінде. Сыртынан атүркетін жаңағы инструкторлардың өзі сондай болатын. Маған достарым айтатын. Мырзатай, сен 11 жыл ректор болдың. Әне жерде 7 жыл декан болдың оның алдында. Мына жақта министр болып келдің. Енді мен ЦК-ның заводилсың. Сен не өзгермейсің дейтін де ма? Өзгере алмаймын мен. Анау галстук тағып, бәрі оқытау жатқандай болып жүреді былай, бүйтіп. Кәдімгі адам ғой, жаны бар, бірақ жансыз сияқты. Сенім амандасқанда сенімен бүйтеді.
Men onu istey almadım. Жаңа Adel басқарып жүргенде, бөлімді басқарып жүргенде қарамағымда жақсы осындай жігіттер болды, осы мақұлдасып отыратын. Ол жаңа Сауытбек Абдрахман, Төлен Әбдік, халқымыздың үлкен классик жазушы десем де болады. Сосын Жұмағали Наурызбаев дейтін жігіттер болды. Және бәріне өзім сабақ бергенмін ғой. Қазірде сабақ бергенмін. Сосын енді жаңа орталық бөлім жиналысын өткіземін ғой. Сол Төлен, сен ананы істе, мынаны істе. Сауытбек, сен мына жағына мұқият бол. Тапсырма беремін ғой. Сонда бір аты жөнін ұмытып қалдым, әбішке жағадым сол бала жігіт. Отырып, көп үндемейтін жігіт. Хватит с панибратством деген. Сонда ананы мені Сауытбек Абдрахманович, Төлен Әбдикович деп айтуым керек екен да. Сосын сен осыны тілеп отырсың ба менен деді. Иә деді. Шық дедім кабинеттен.